Талдықорғанда ауыл аманаты бойынша былтыр 19 жоба мақұлданды. Оған 145 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген. Дені мал шаруашылығын дамытуға бағытталған. Осылайша шағын және орта бизнес иелері жеңілдетілген пайызбен несие алып, кәсіптерін дөңгелетіп отыр. Еркін ауылының тұрғыны Гүншебай Анысхан ауыл аманаты жобасының жемісін көргендердің бірі. Көп жылдан бері ұсақ мал бағып келген ол, былтыр бағдарлама арқылы 19 бас ірі қара сатып алды. Кәсібін дөңгелетіп алғанша несиесін өтеуге 2 жылға демалыс беріліпті. Ауыл аманат шыққаннан кейін ауыл аманатынан ақтым. Сол 7 миллион қанша алып, 19 бас 5 сиыр, 14 бас бұқа. Алып осыны байлағалым әзір 4 ай болды. Енді бұйырса бір ай өпчөресінде шығып қалар дептім, бір ай ары кетсе 1,5 ай өпчөресінде шығарам сойып. Сол осымен айланысып, осындай жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінде Талдықорғанда 17 мың шағын және орта бизнес субъектісі бар. Ауыл аманаты жүзеге асқалы бері тұрғындар ауласына мал бітіп, табыс арта бастады. Еңбек ауылының тұрғыны Гүлзира Тәуірбек 2,5% жеңілдетілген несие алып, қой етін өндіруін қолға алыпты. Жолдас екеуі 10 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысып келеді. Ауыл аманатынан 7 миллион қаржы алдым, 7 миллион 200 мың. 6 миллион 100 бас қой алдым, 1 миллион 200 мыңы жем шөпке айырылған. Ылғи тұсақ қой алдым. Бұйыртса енді көктемнен бастап, сәуір айынан бастап туады. Аз-аздап төлдеп жатыр, төл беріп жатыр. Ауыл аманаты жобасы бойынша 2023 жылы Жетісу облысында 500-ден астам жоба мақұлданған. Бөлінген қаржы толығымен игеріліпті. Мал шаруашылығынан бөлек ауыл шаруашылығы бағытына қажетті техника алғандар да бар. Нұржан Қасаболат, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу арнасы.